Сәлеметсіздер. Үшінші тақырып интернетте ақпаратпен алмасу. Сұрақтары: интернеттегі қатынау нұсқалары, интернетте ақпаратпен алмасу. Бізге кенеттен бір файл керек болып қалды делік. Және оның қай жерде екені бізге белгілі болсын. Ол файл тегін берілетін программа, жұмысқа керекті ақпарат, құжат, сурет немесе кітапта болуы мүмкін. Енді сол файлды өз компьютерімізге қалай әкелу жолын қарастырайық. Мұндай мақсат үшін файлды жеткізу хаттамасы деп аталатын жүйе қолданылады. File Transfer Protocol, FTP. Практикада FTP немесе FTP термині жиі ұшырасады. Каталогта немесе почталық хабарда файлды алу үшін компьютерге FTP жеткізу деген сөздер кездесуі мүмкін. Ол осы файлды алу үшін FTP жүйесі қолданылатынын білдіреді. FTP арқылы қызмет істейтін арнаулы программасы бар желіге қосылған компьютер FTP сервер деп аталады. Көптеген FTP серверлер барлық адамдар үшін ашық болады. Кез келген адам одан администратор рұқсатымен әртүрлі мәліметтерді ала алады. Бұл тәсіл анонимдік FTP деп аталады. Өйткені мәлімет алу үшін ешкім өз атын айтпайды, белгісіз аноним болып қала береді. Көбінесе пароль ретінде әркім өз почталық адресін енгізеді, ал көп кезде мәліметті пайдалану үшін кіру атауын, намет және паролін, паспорт білу қажет болады. FTP серверінің мәліметтермен қатынас құру үшін әркім стандартты кіру сұхбатын орындауы керек. Оның бір мысалы мынандай болуы ықтимал. openftp.relcom.su намет паспорт. FTP серверге кірерде сұраныс тізбегі мұндағы OpenFTP сервермен қатынас құру сұранысы. ftp.relcom.ru FTP серверінің қажетті информациямен толығырақ аты. Намет пайдаланушының кіру аты немесе анонимус. Паспорт сұраушы адамның паролі немесе оның почталық email адресі. Парольді немесе өз атын дұрыс енгізбегенде FTP сервер тек шектеулі командалар жиын орындай алады. Атап айтқанда, help сервер командалары бойынша анықтама беру, quit сеансты аяқтау. Пароль мен атау дұрыс болса, қатынас құру құқығына байланысты командалар орындауға болады. Олардың құрамына мыналар кіреді. CD каталог, астыңғы сызықша, аты, каталогты ауыстыру, CD нүкте, жоғарғы деңгейден каталогқа қайту, get file, астыңғы сызықша, аты, FTP серверден файл алу, бинарий, екілік файлдарды жіберу, алу режиміне ауысу. Типтері exe, com, rg, rar, tar, zip және тағы басқалар. Dir, ағымдағы каталог файлдарды тізімін беру. FTP сервермен байланысу сеансында пайдалануға болатын командалар жиынтығын help командасы арқылы алуға болады. FTP серверден файлдар алу кезінде
Әдеттегі командалар жиынтығынан мысал келтірейік. cd-pub сызықша барлық FTP серверінің пайдаланушыларға ашық pub каталогын директорийін пайдалану. dir сол каталог файлдар тізімін беру. get 03 index.txt FTP серверден аты көрсетілген мәтіндік файлды алу. Binary екілік файлдарды өңдеуге өту. get far 140.zip FTP серверден екілік файл алу. quit FTP серверден ажырау, байланысты үзу. Осы мысалдан командалық интерфейсін қолайсыз екені көрініп тұр. Ал егер әртүрлі каталогтардан файлдар алу керек болса және олар ішкі деңгейлерде орналасса, олардың аттары да ұзақ 256 символға дейін созылса, бір сеанстағы жұмыс өнімділігінің онша болмайтынына көз жеткіземіз. Netscape навигатор және Internet Explorer тәрізді ыңғайлы графикалық интерфейсі бар браузерлердің шығуына байланысты әрбір адамның жұмысы керек кезінде тышқан тегінің батырмасын басуға ғана тірелгенін айтуға болады. Мысал ретінде Microsoft Internet Explorer 3.01 программасын пайдалану кезіндегі FTP сервермен ftp.relcom.ru қатынас құру сеансын талқылап шығайық. Браузерді іске қосу үшін жұмыс столынан немесе есептер тақтасынан Internet Explorer пиктограммасын табу қажет. Соған курсорды алып барып, тышқанның негізгі батырмасын 2 рет шерту керек. Бұл мысал Internet Explorer жұмысын Windows 98 ортасында көрсетеді. Сондықтан оның іс әрекеттері осы операциялық жүйеге сәйкес баяндалады. Windows 3.x ортасында жүйенің хабарлары мен терезе бейнелері басқаша болады. Бірақ негізгі жұмыс кезеңдері мен орындалатын әрекеттері бірдей. Internet Explorer'ды іске қосар алдында желімен алыстан қатынас құру программасы іске кіріседі. Ол провайдер сервермен сіздің компьютеріңізді байланыстырады. Мұндайда 3 терезеге мәліметтер енгізілуі тиіс. Сіздің желідегі аты жөніңіз және пароль, бұлар сізге провайдер компания арқылы интернетке қосылып тізімге тіркелген кезде бекітіледі. Оған қоса провайдер сервермен байланыстыратын олардың телефон нөмірі, сіздің сеанс алдындағы ең соңғы әрекетіңіз, байланыс орнату, установить связь батырмасын басу болып табылады. Осы сәттерде сіздің экраныңызда алыстағы компьютермен қатынас құрған программаның бірнеше терезелері шығады. Сеанс кезінде кез келген сәтте болдырмау, отмена батырмасын басу арқылы байланысты үзуге болады. Егер барлық әрекеттер дұрыс орындалса, экранға Internet Explorer терезесі шығады. Одан әрі жұмыс істеу барысында сізге аспаптар тақтасында бірнеше батырмалар мен меню жолдары пайдалану керек болады. Соларды құрастырып өтейік. Батырмалар астындағы жазулар олардың қызметін көрсетеді, бірақ қай кезде оларды басу керектігі онша түсінікті бола бермейді. Ал сеанс кезінде оқып үйрену оңай емес. Өйткені желідегі байланыс орнатылған сәттен бастап, ол біткенше уақытқа ақы төленеді. Алдымен адрес өрісін қарастырайық.
Бұл үрісте FTP адресі былай теріледі. FTP қос нүкте сызықша, екі сызықша, ftp.relcom.ru. Адрес терілген соң Enter пернесі басылады. Осы сәттен бастап сеанс соңына дейін пернелер қажет болмайды. Өйткені барлық әрекеттер тышқанмен орындалады. Адрес енгізілген сәттен бастап интернет терезесін жоғарғы оң жақ бұрышындағы жер шарының бейнесі көрсетіліп, сурет қозғалып, айнала бастайды. Қозғалып тұрған сурет бейнесінің Internet Explorer эмблемасына айналуына FTP сервермен байланыстың толық орнатылып, тікелей қатынас басталғанын мәлімдейді. Internet Explorer терезесінің жұмыс аймағындағы бір цифры тұрған орында FTP серверге кіріп отырған адамға арналған мәтін көрсетіледі. Одан әрі қарай орындалатын әрекеттер осы мәтін нұсқауларына сәйкес жүргізіледі. Құрал саймандар тақтасында тоқта, стоп батырмасын кез келген кезде басып қалып, FTP сервермен өз компьютеріңізді байланысын тоқтатуға болады. Егер сеанс кезінде бірнеше парақ мәтін алған болсаңыз, алға және артқа батырмалары сол мәтін бойынша жылжу мүмкіндігін береді. Таңдамалы избранная батырмасы арқылы қабылданған парақты өз бумаңызда сол күйінде сақтауға болады. Сонымен FTP сервермен сеанс аяқталғаннан кейін ол мәтінді аспай-саспай қарап шығуға болады. Баспа батырмасы экранда көрініп тұрған бетті баспаға шығаруға арналған. Егер сізге кәріп мөлшері ұнамаса, онда шрифт батырмасы арқылы оны үлкейтуге немесе кішірейтуге мүмкіндік бар. Relcom желісінің серверлермен жұмыс істегенде FTP сервері мен өз компьютерлеріңіздің символдары белгілеу кодтары сәйкес келмейтін байқалу ықтимал. Өйткені Windows жүйесі 1251 шарт таңбалау тәсілін, ал Relcom желісі KO18 кодтау тәсілін пайдаланады. Мұндай жағдай туындаса, мәтін символдары кодтары түрлендіру үшін басты меню пунктін пайдаланған жөн. Басты менюдің түр, вид пунктінің параметрлер жолын таңдап алсақ, сол командаға сәйкес терезе экранға шығады. Сол терезедегі кәріп батырмасын басу керек те, MIME кодтары параметрлері ішінен қажеттісін таңдап алу қажет. Мұның себебі кодтардың стандарты кестесінде кириллица әріптері, орыс, қазақ әріптері жоқ. Сондықтан әркім өзі енгізген әріптерін немесе өзі ойлап шығарған әріптер программасын пайдаланып жүр. Әрбір программалаушы осыған өз үлесін жалықпай қосып келеді. Мысалы, СРО төңіріндегі алдымен COI8 кодтары қабылданған деді. Microsoft оған қоса екі балама кодтар даярлаған болатын. Біріншісі 886 кодтар MS-DOS-қа арналғанда, екіншісі 1251 кодтар Windows жүйесіне бағытталған болатын. Қазіргі TMD елдеріне осы үш кодтау тәсілі қатар қолданылып жүр. Осы жолдармен керекті шарт таңбалар таңдап алынған соң, барлық ашық терезелерді OK батырмасын басу арқылы жауап қою керек. Сонда экрандағы мәтін қалыптағы күйге келеді.
жұмыс өрісінде FTP серверінің парағы бейнеленген Internet Explorer терезесі көрсетілген. Онда PAP каталогының мазмұны орналасқан мәтін тұр. Мұндай каталог көптеген FTP серверлерінде болады. Оның ішінде керекті файлдар сақталуы тиіс. Керекті файлды не каталогты алу, көру үшін курсорды сол файл каталог атына алып бару керек. Сол саусағы сол файлды көрсетуге бағытталған. Қол бейнесі айналып, тышқан батырмасын шерту арқылы сол файлдың каталогтың мәтін алуға мүмкіндігін аламыз. Сол мәтін өз компьютерімізге жеткізіледі, ал каталог болса ашылып толық көрсетіледі. Жоғарғы деңгейдегі каталогқа оқу керек болса, артқа батырмасын басамыз, немесе жоғары жақтағы бір деңгей жоғары шығу батырмасын басу жеткілікті. Экранда көрінбей, одан тысқары тұрған мәтін бөліктерін көру үшін көлденең немесе тік жылжу сызықтары пайдалану керек. Олар Internet Explorer терезесінің оң жақ және төменгі шеттерінде орналасады. Лифт деп те аталады. Браузер арқылы кез келген уақытта басқа FTP серверге ауысу аламыз. Ол үшін адрес деген терезеге жаңа адрес енгізіп, Enter пернесін басу қажет, немесе адрес өрісінің оң жағындағы бағыттауыш тіл сызық батырмасын басып шыққан тізімнен керектісіз таңдап алған жөн. Керекті адресті таңдамалар батырмасы арқылы да тізімдер ішінен тауып алуға болады. Браузермен жұмыс аяқтау үшін файл менюінің жабу пунктін орындау керек. Бұл мақсат үшін оң жақ жоғарғы бұрындағы X батырмасын пайдаланса да болады. Internet Explorer'ды іске қосар алдында желімен алысатын қатынас құру программасы іске кіріседі. Ол провайдер сервермен сіздің компьютеріңізді байланыстырады. Мұндай үш терезеге мәліметтер енгізілуі тиіс. Сіздің желідегі аты жөніңіз және пароль, осыған қоса провайдер сервермен байланыстыратын олардың телефон нөмірі. Осы сәттерде сіздің экраныңызға алыстағы компьютерлермен қатынас құрған терезе шығады. Егер барлық әрекеттер дұрыс орындалса, экранға Internet Explorer терезесі шығады. Одан әрі жұмыс істеу барысында сізге аспаптар тақтасында бірнеше батырмалар мен меню жолдарын пайдалану керек болады. Батырмалар астындағы жазулар олардың қызметін көрсетеді, бірақ қай кезде олардың басу кезектігі онша түсінікті бола бермейді. Адрес енгізілген сәттен бастап интернет терезесінің жоғарғы оң жақ бұрышындағы жер шарының бейнесі көрсетіледі. Интернетте ақпарат алмасу. Кейінгі кезде интернет компьютерлік желілер қауымдастығына қосылған желілердің саны қарқындап өсуде. Бұндай өсудің қарқыны экспоненциалды сипатқа ие. Интернет беделі қолдануға қарапайым бағдарламалық жабдықтау, желі аралық алмасу мен ақпараттық материалдардың көп мөлшері байланысты. Суретте көрсетілгендей, жаңағы интернет желісіне қосылған машиналардың саны арттыру. Ақпараттық қорларға ену. Интернеттегі ақпараттық ресурстар ақпараттарды ұйымдастыру тәсілдермен және олармен жұмыс істеу амалдармен ерекшеленеді. Ақпараттың әр түрі сақталатын ақпараттық типіне сай аталатын серверлерге сақталады. Әрбір ақпараттық жүйе үшін интернеттің барлық желісі
арқылы қажет ақпаратты кілттік сөз арқылы іздеудің құралдары болады. Интернет бір-бірімен байланыс каналдары және бірге қабылдау мәліметтерді беру стандарттары арқылы өзара байланысқан компьютерлер мен компьютер желілерінің жиынтығы, сонымен қатар жер шарын қамтып жатқан ауқымды бүкіл әлемдік ақпарат жүйесі болып табылады. Қазіргі кезде интернет желісіне ақпарат алмасудың ең көп тараған тәсілдерінің бірі электронды почта арқылы ақпарат алмасу. Онда дүние жүзінің әр жерінде орналасқан қолданушылар бір-бірімен мәтіндік, графикалық, аудио және видео ақпарат алмасу алады. Сонымен қатар бір уақытта сөйлесу мүмкіндігі де бар. Электронды почта ашу үшін осы қызметті ұсынушы компанияның сайтында тіркелу жеткілікті. Ол үшін қолданушы онда электронды почтаның адресін, мысалы бокс астыңғы сызықша 1 @mal.ru өзі туралы мәліметтер мен қауіпсіздік параметрлерін береді. Осымен тақырыбымыз аяқталды. Сау болыңыздар.